Дәл қазір жанымда Шерхан, хал жағдайыңыз қалай? Жақсы, өте керемет болған. Менде барлығы керемет болып көңіл күйім жақсы еді. Келді да мұнда білмеймін Шерхан. Мен сөйлесем болды, әйтеуір Шырайды қосады. Шырай сөйлесе Шерханды қосады, әйтеуір Енді сондай. қосатындай бар ғой, себебі тоқтатқандарыңызға таныстықты көп болған жоқ. Иә, жалпы негізі дұрыс айтасыз. Ол әңгіме бәрібір қозғалатын нәрсе ғой. Енді ол өмірде болсын, ана мен анау деген андай болған ғой деген сияқты ол өмірде де жүретін әңгімелер. Мен оған қарсылығым жоқ. Жалпылама, енді бірақ Шырайдың андай эмоциямен айтып жатқанына таңғалып отырмын да. Маған Ол сізге вообще әсер етті ме? қоспаңдар. Жоқ, ол әсер етпейді. Просто өйтіп жанудың қажеті жоқ. Наоборот, қатысушылар егер оны дәл солай жанғанын көрсе, қайта-қайта тиісетін болады да. Ол нәрсе, ол белгілі нәрсе. Мен сол үшін үндеген жоқпын. Жарайды, өздері шешіп алсыншы деген сияқты отыра бердім. Ал бірақ жаңағы тақырып қой, жалпы бір тақырыптан басталды ғой. Бекзат пен Назерке осы жарнамада болсын, эфирда болсын, сыртта болсын, жақын қарым-қатынаста, яғни құшақтасып, қол ұстасып, бет сүйіп жүре береді деп. Мен айтып жатқан дүние, сол нәрселердің барлығын қазір сендер халық алдында көрсетіп алсаңдар, ертеңгі күні еш нәрсе болмай қалса, сөздің бәрі қызға келеді деп отырмын. Сол себептен ол нәрсенің барлығы әлі әзірден ерте. Жарайды, шыдай алмай баратсың ба, онда оны көрсетпе, халыққа көрсетпе, адамдарға Ол көрсетпе. 200-лік болып қалмай ма? 200-лік емес, хотя бы біз енді өмірде, адамдар өмірде ешқандай камерасыз жүре беретін шығар. Оған ешкім запрет қоя алмайды. Бірақ та енді қазір біз миллиондаған халықтың алдында жүрген адамдармыз ғой. Біз енді не істеу керекпіз? Біз барынша өз-өзімізді ұстау керекпіз. Мен сол нәрсені дұрыс жеткіздім деп ойлаймын. Ол кісілер тіке түсініп жатыр да. Ой, біз 200 емеспіз, біз қалай бар солай жүреміз. Конечно, өйтіп айтады. Меніңше бұл жерде қатысушылардың жеткізе алмай отырғанда дүниесі бар сияқты астарлап. Себебі сіздер таныстықта басталмай жатып, сіздің үміткеріңіз бола тұра, Шыраймен бірге жаңағы бір видеолар болған, сториске салған өздеріңіздің Аянмен бірге. Бәлкім осы нәрсені астарлап жеткізгісі келген болар Аянның. Мүмкін сол нәрсені жеткізгісі келген шығар, бірақ біз ешқандай да қол ұстасып, құшақтасып, не болмаса бір білмеймін, олай жүрген емеспіз. Мен жалпы өзімнің Шырайға артық ешқандай да жоламағам. Ол қызда бізде ровно таныстық болды. Мен адам бір-біріне сезім болған кезде, мүмкін солайынан, ол мүмкін біз оны тосқауыл қоя алмайтын шығармыз. Қолынан ұстау, ол ғашықтықтың белгісі шығар. Бірақ енді халықтың алдында емес деп жатырмын да. Енді қол ұстасып жүргеннің бір айыбы Жоқ, жоқ жарайды ғой, ол бір қол ұстасумен шектелсе ғой. Құшақтау, алдында отыру, жалпы бір-бірін қатты жақын жұптар сияқты ұстау деп жатыр ғой. Олар өздерін жұп емеспіз деп өздері ұсталып отыр. Соған сөзге қадалды да. Ертең просто менің қалайтыным сөздің бәрі қызға келеді. Ертең Назерке мен арақатынас енді тоқтамай ақ қойсын, бірақ тоқтап қалып жатса Бекзатқа бәрібір оның еш жері қисаймайды да. Ертең басқа қыздармен танысып кете береді. Ал сен Назерке бұрын Бекзатпен үйістіскен едің ғой, қолынан ұстағансың, сен бүйткен сөйткесін, ол айтылады ғой, көріп жатсыз. Таныстық тоқтаса да айтылады, біздікі сияқты. Бұндай сөздің бәрі жігіттің қадамынан басталса да, жігіттің тарапынан емес, қыздардың тарапынан айтылады дейсіз ғой. Әрине, сол үшін қыз баласы андай болу керек та. Жолама маған әлі деп ше. Өз-өзінің алдына граница қоя білу керек. Сен маған бүйтпе, артық кетпе. Мен сен білем, жақсы көріп тұрған шығарсың, бірақ та олған әлі ерте деген сияқты нәрселерге жеткізсе, ол қыз мүмкін одан саман бағалайтын шығар жігіт. Аха деген сияқты ойланады жігіттің баласы, мұны күшті деген сияқты ойлар болады да. Сол себептен де мен барынша қызды жақтайын десем, наоборот, Бекзатқа ол, конечно, сол керек, ол құшақтап қойып, дәл солай. Зумерлердің көзқарасы деп қабылдамайсыз. Мен мүмкін солай қабылдаймын. Оларға бұл нормально дейін. Оларға мүмкін. Бірақ енді біз айту керек шығармыз. Біз көріп отқан дүниеміз. Мен талай адамдарды, жұптарды көргем, сол үшін де ескертіп айтып жатыр. Кейін өкінесіңдер. Бұл нәрсені тағы бір тікелей эфирде талқылау керек сияқты. Және алда Бекзат пен Назеркенің қарым-қатынасы қалай өрбиді? Қандай мәселе бар, бірге көреміз. Сыңа ақпантик байлаған деген бір әндер сізге арналғандай болып тұр. Дәл қазір көз алдымда ерекше бір образыңыз ұнап тұр. Рахмет, көп-көп. Мектеп бітіргеніме биыл 5 жыл болды. Осындай әдемі образда шығуды ұйғардым. Әлде оқушы санатына жататын шығармын деп. Жаспын ғой не дегенмен. Әрине. Енді сіздерге қарағанда біздер мектеп бітіргенімізге біраз жыл болды, сондықтан сіздерге қарап біз қызығып тұрмыз десек болады. Рахмет. Қазір ортада Бекзат пен Назерке. Жаңа сіздің бір айтқан әзіліңіз бір жағы, шынымды айтсам бір күліп алдық деуге болады.
жігіт айтып отыр ғой, мен деген әдетте қыздар жігітті оятушы еді, мен де керісінше деп. Сосын ойыма келіп қалды да, сенде бәрі керісінше сияқты ғой, қыздар сені үйіне апарады, сен қыздарды будильникпен оятасың деген сияқты. Ол әрине шындық қой енді, әзілмен жеткізуге солай тура келді, өзі айтып қойды ғой енді. Иә. Бірақ енді бұл жерде әзілдеп айтса да астарында шындық болады. Шындық бар, әрине, шынын айтып қойды. Шынын айтам деп сырын айтып қойды деген сөз бар ғой. Соған саяды. Енді өзіңіз қанша рет үйіне апарып тастадыңыз? Бір рет. Рет. Жақсы. Бұл нәрседен кейін Бекзатта бір ұялып қалған сияқты. Ұялғанда шығар бәлкім. Бірақ өзі норма деп санаймын деп эфирде айтқан болатын. Енді ол жағын енді өзіне қарай. Қалдырамын дейсіз. Жақсы. Бұл жерде енді екеуінен бір ерсі қылық өз басыңыз байқадыңыз ба? Эфирден тыс уақытта немесе үзіліс уақытында? Негізі бағана Мери айтып отыр ғой. Мери өте дұрыс айтып отыр. Мысалы, жарнаманың кезінде, бірге жүрген кезде өте ерсі қылықтар жасайды. Сендердікі жаңағы таныстықтағы емес, жаңағы артық құшақтасу, жаңағы оғашқылықтар деген секілді әртүрлі, бірі байқаса, бірі байқамайды деген сияқты. Одан кейін Мери айтып жатыр ғой, сендер таныстықтағы адамсыңдар, жұптықтағы емес, бірақ сендер жұптықтағы адамның іс-әрекетін жасап жатсыңдар дейді. Ол дұрыс әрине, жұптықтағы адам, жаңа таныс адам, Балауса ханым айтып кетті ғой, ол бөтен адам, әзірге танысу үстінде ғана, сіздер таныстықта жүрсіздер, ондай әрекетке бармау керексіздер. Егер жұп болып сондай жаңағы нәрселер жасасаңыздар, ол норма болып есептелінеді деген сияқты. Одан кейін жаңа айтылып жатқан пікірлердің ішінде айтып жатыр оғашқылықтар деп. Кейбір оғашқылықтарында қатысушылар да басқалар да байқап та қалып жатқан шығар. Ол өте орынсыз деп есептеймін. Сондықтан да жаңағы қоғамдық ортада болсын, жаңағы адамдар арасында болсын, белгілі бір норманы сақтап жүрсе жақсы болады ау деп ойлаймын. Бұл енді айтқыңыз келгені әдептен аттамау керек, таныстық үстінде жүргеннен кейін дейсіз, иә? Одан кейін сөздің бәрі сол баяғы қызға келеді ғой. Жаңағы Шырайды да айтып жатыр, Шырайға келіп жатыр Шерханның атынан сөз. Бекзат қазір жаңағы құшақтап, бетінен сүйіп, үйтіп-бүйтіп еркелететін шығар, бірақ кейін Назеркеге сөз келеді деген сияқты. Сондықтан да нендей іс болса да, жаңағы қызға жаман ат, жаман іс келтірмеуге тырысу керек жігіттер қауымы әсіресе. Бірақ енді жігіттер дегенде бұл жерде қыздар қауымының өзінен байланысты емес па? Негізі 50-50 нәрсе ғой. Жаңағы қызда ерік болсам, мысалы, әрі барш, бұлай құшақтама, адамдар қарап отыр деп, өзінің жаңағы белгілі бір принциптерін айтып, жаңағы ортаға пікірін салса, оны жасамайды деп ойлаймын. Қызда да кішкене жаңа осы жағынан айту, рұқсат емес деген сияқты ескертулер болу керек сияқты. Жақсы, түсінікті. Бұл жерде енді қарым-қатынастары таныстықтан ары қарай, жұптыққа қарай жалғасатын сияқты ма? Бұлар қазір жұп болып жүрген сияқты болып көрініп отыр. Білмеймін енді алдағы уақытта не болады, қандай сюрприздер дайындайды бұлар деген сияқты. Солай, әзірге мен артық нәрселерін байқамадым, ондай ұрсып қырылу деген сияқты. Бәрі жақсы сияқты болып көрініп жүр енді. Жақсы, ендеше алда әрі қарай қалай жалғасады, бұл мәселе қалай шешімін табады, бірге көреміз, және Дихан ортаға оралама, тікелей эфирден алыстамаңыз. Қайырлы күн. Неге көңіл күйіңіз түсіп кетті? Ашуым келіп отыр, өзімді әрең ұстап отырмын. Не болды, не себеп? Айтқан сөздер көңіліңізге тиді ме? Жыламаңызшы, Назерке. Енді ашудың астарында не жатыр? Айтылған сөз бе, әлде? Жоқ, қандай ғой. Бекзатқа жыным ұстап, ашуым келіп отыр да қазіргі уақытта. Отырасың бірге? Отырыңыз, жайғасыңыз. Қал жағдайыңыз қалай? Саламатсыз ба? Мен де барлығы жақсы, өзіңізде қалай? Жақсы. Жаңа ортада Бекзат пен Назерке отырған болатын. Және сіздің ойыңызды естіген жоқпыз, ойыңызды білгіміз келіп тұр. Иә, негізінде кішкене асыра сілтеп айтып кетті ма деп айтып жатырмын да. Бұл жақта енді ең алдымен олардың көріп жүрген дүниесін біз де көріп жүрміз деген секілді ғой. Тем более Назеркемен біз негізі сыртта көріп жүрміз, барлығын асыра сілтеу болып жатыр. Негізі ондай бір ұят болады дейтіндей тірліктері жоқ. Жаңа Назерке өзі айта кеткендей, тек қана сол беттен сүйіп, шашын бет-бескеп қойып, маңдайынан сүйіп деген секілді. Ол негізі екі
қарым қатынаста нормально деп ойлаймын. Тем Иә. более екеуі ұзақ уақыттан бері таныс деген секілді бұрын жұп болған. Сол себепті білмедім, бұл жақта андай жаман көріп тұрған ештеңке жоқ менде. Инста желісінде де ашық көрсетіліп жүрген екеуінің таныстығы дейсіз ғой. Иә, енді жігіт жақтан да қыз жақтан да взаимно болып жатырса, оны бір андай жасырып емес, иә, ол бір жасыратындай да бір ұят тірлік деп ойламаймын негізінде қазіргі қоғамда, тем более нормально сияқты менің көзімше. Бұл жақта просто Мерейдің айтқысы келгені, енді білмей жатыр ғой екі жігіт те қыз да, типа таныстық па жұп па деген сияқты. Біреусі жұптық деп ойласа, біреусі таныстық деген секілді ше. Соны айтып жатыр да, типа қыз енді жұп болғаннан кейін сол заттарға разрешение беріп тұр, жігіт бірақ таныстық деген сияқты ше. Сол себепті білмеймін енді. Менің ойымша бұның барлығы нормально деп ойлаймын. Жақсы, түсінікті. Ал енді дәл қазір Маржанға үміткер келген болатын. Және Маржанның қуанышында шек жоқ байқасақ, иә? Үміткер сай келе ме? Өзі талаптарына арудың. Иә, негізі Маржанға үміткер келгеніне өте қатты қуанышты болып отырмын. Енді үміткерді көретін болсақ, егер де енді Маржан бұрын соңды тұрмыста болғаннан кейін алдағы уақытта егер жігіт тарапынан бір бөлек тұрып, жаңағындай бір сондай болса ғана тіл тапса алады деп ойлаймын да, болашақ бар деп ойлаймын. Ал егер де 9 ағайынды болып бір үйде тұратын болса, менің ойымша оған Маржан келіспейтін секілді. Бірақ енді жаңа айтып қалды, үйдің үлкенімін, бөлек шығатын сияқтымыз, Алматыға көшуімнің себебі осы деп. Кешірім сұраймын, сәл жөтел қысып жатыр. Енді бұл да нақты бөлек тұруға болады деген ой шығар. Иә, бірақ енді бұл жақта жас айырмашылығы болып тұр, және үміткердің бұрын үйленбегені деген сияқты сол мәселелер алдағы уақытта бір проблема тудырмаған жағдайда негізінде ойлаймын бәрі жақсы болып кететін шығар деген секілді. Барлығы жақсы болып кетсін деп тілеймін. Жақсы, түсінікті. Өзіңізде жеке басыңызда бәрі жақсы ма? Таныстық қалай болып жатыр? Иә, менде қазір үміткерімен сөйлесулер жаңағыдай интернет желісі арқылы болып жатыр, бірақ та бізде сол осы жақта кездесу болмады. Алдағы уақытта ортаға шығып жатырсақ, таныстығымыз туралы айтатын боламыз. Жақсы, түсінікті. Біз келесі жарнамада қайта ораламыз, көрермен.